Қайырлы кеш, қымбатты қонақтар, ассалаумағалейкум. Дүбірлі тойдың табылып отырған қадірлі біздің тойшыл қауым. Мінекей өздеріңіз байқап отырғандай мына қазақта айтады: балар құлын шелінде болғынар, балар бала бесігінде болғынар десе, намыстарыңыз қылыштай қайралып, текті жұрттың қатығын айналып, мына сіздердей тектілердің тіршілікте белім бекен болып, атаның жолын қуып, бөрік тұлдарыңызға көрікті қыздарыңызы беріп жатқан ел екендеріңізді көріп, бізде алдарыңыздан ағылып, табылып, еміреніп, тебіреніп жатқан жағдайымыз бар. Ендеше қадірлі ағайын, бүгін өздеріңіз куәгер болғандай, қазақтың осынау бір қазыналы тойы, мерекелік ұзату кеші баршамызға құтты болсын деп, ду-қол қошемет ұрып қойыңыздар. Армысың, бармысың халқым менің, той десе көңілгең жарқын сенің дейді. Бүгінде қыз ұзатып дүбірлі той жасайтын ежелден келе жатқан салтың сенің деп. Алталаштың арқалы азаматтарын жиып, 90 қазанын қайнатып, торқалы той беріп жатқан Байсариевтар әулетінде дүбірлі той ағайын. Ендеше бүгінгі той мерекемізге қош келдіңіздер. Қуаныш құтты болсын дегіміз келеді. Мынау енді қадірлі ағайындар, бүгінгі мерекелік көштің төрінен табылып отырған мына сіздердің құрметтеріңізге еліміздің ән өнерінің биік шыңында жүрген өздеріңіздің ару дара дана қыздарыңыз, әрі керемет өнер иесі, әнші, бүгінгі тойдың төрінде әдемі әнін шырқап асабалы қызмет жасайтын Айгерім Қалаубаева қыздарыңызға бір ду-қол қошемет ұрып қойсаңыздар болады енді. Көп рахмет, және бүгінгі жақсылықты сізбен бізбен болып асыратын Біржан ұлдарыңызға қошемет болсын. Рахмет. Мынау енді қадірлі ағайын, бүгінгі кештің асабалар етте біз Айгерім ханым екеуміз қасиетті әулет жайлы бір ауыз тілге тиек етпеткенді жөн санап отырмыз. Әрине бүгін өсіп-өнген, елге сыйлы болған, елдің алғысын алған, мынау әуелі бәйтеректей тамырын тереңге шайған, иісі қазақ ел үшін қасиетті киелі мекен Бәйдібек ауданы Алғабас елді мекенінің тумалары, бүгінде шырайлы шым қаламыздың құрметті тұрғындары. Мына ұлы жүздің ішіндегі ысты байқараған, руынан тараған ел, мінекей осы әулеттің көшін жалғастырған. Дегенмен де қадірлі ағайын, бүгінде ортамызда болмаса да, біздің құрметті қадір мол Сапарбек атамыздың бүгінде немере тойын көріп отырған осы қуаныштың төріндегі Шәмшат анамыздың асыл ұрпақтары дүбірлетіп тойды жасауда. Мінекей осы кісілерден тараған кіндігіне нәр алған бүгінгі қуанышымыздың иелері, дастарханымыздың төрелері біздің Жамбылдай астағамызбенен Жанардай жеңгеміз. Бүгін таңдағамызбенен жеңгеміз кереметтей 3 ұл 2 қыз тәрбиелеп, осындағы 3 қызбенен 2 ұлды тәрбиелеп, 3 қызым жәннатым, 2 ұлым қанатым деп, сол перзенттердің ішіндегі кереметтей өздеріңізге белгілі жұлдыздай ару қызын айға балап, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, бүгін осы әулетпен 1000 жылдық құда болам деп келіп отырған қожа еліне ұшырғалы жатыр. Ал біздің қожа елі өздеріңізге бір ауыз айтып өтейік. Мына кереметтей осындағы Отырар ауданының тумалары бүгінде Ресей мемлекетіндегі Санкт-Петербург қаласының тұрғындары. Сол Ресей елі менен Қазақстан елі бір әдемі алтын көпір орнап жатыр, екі елдің арасында бір әдемі дүбірлетіп той болып жатыр. Ендеше осында тойдың иелеріне, сонып алыстан келіп отырған жаңа құдаларымызға төрден орын алғандарыңыз құтты болсын деп тағы бір шапыла құрсаңыздар. Жарасады ағайын. Ал енді Айгерім, қуанышымыздың төріне әулеттің барын айттық, нарын айттық. Бүгінгі кешіміздің сұлуын, бүгінгі кешіміздің аруын шақырсақ қалай қарайсың? Дұрыс айтасың. Олай болса, уақыт шіркін өтуімен ұтып тұр, ал сыртта бізді жұлдыз жан күтіп тұр. Олай болса ағайын, орнымыздан тік тұрып, ниеттестік ұқтырып, шапалақты нұғырып, жұлдызды бірге қарсылайық. Әрине, ұлы көш көрікті болсын дейміз. Ізетті қыз із көрсетпей кетпейді деген қазақта. Қуанышымыздың төріне жұлдыз қызды Асқар Тәуекесі біздің Жамбыл ағамыз білегінен ұстап шығатын болады. Ал қыз келе жатқан кезде әуезі әдемі әнді шырқайтын бүгінгі кештің қонағы менің әріптесім Айгерім Қалаубаева. Құрмет қошеметпен қарсы алыңыздар. Мархаба.